Ескі һәм дәуір нәпесіменен қайтадан құрылып атырған, ұлы жібек жолының дәрбентінде жайласқан Үстірт кеңістігі Азиядағы ең ірі шөлістанлықтардың бірі. Үстірттің ұлыма майданы 21,5 миллион гектардан зияды. Сонан 7,5 миллион гектары Қарақалпақстан Республикасы аймағында жайласқан. Полжой қаласы 12-13 асырлерде құрылған. Белеулі каруан сарайы менен Тамдала қорғанларының диуалары менен дарозалары еліге дейін сақланып қалған. Жоғарысына екі арслан сөреті орнатылған белеулі каруан сарайы дарозасы. Сол алыс өтмішті бірілсін, қайта жаңғыртып, бүгінгі әулетқа жеткермекші болып тұрғандай түйіледі. Үстірттің ашылмаған сырлары, шешілмеген жұмбақтары көп. Үстірт кеңістігі неше асырлар бойы батыстан шығысқа, шығыстан батысқа қарай сапар шеккен каруандар үшін ұзақ жолдың кесіп өтуі ең қиын бөлігі болған. Көшпелі халықтар Үстіртке ерте дәуірлерден бастап қоныс басып, шаруашылық, аңшылық пенен шұғылданған. Үстіртте бір жыллық һәм көп жыллық өсімдіктердің 450-ден зият түрі өседі. Әсіресе жусан, селеу, бүйірген, шытыр сияқлы жұғымлы от шөптері менен 500 мың басқа дейін түйелер менен жылқыларды, қойларды бағу имканияты бар.
Үстірттің келешегі үлкен. Республикамыз президенті үстірт 21 асырдегі Өзбекстанның келешегі болады деп, оның жер асты байлықларын зерттеуге үлкен диққат қаратылуы зарur екендігін атап көрсеткен еді. Соңғы жылдары үстірттің келбеті тез пәтпенен өзгеріп жатыр. Бұрын түйе каруаларын тартқан саудагерлер жаздың мыс қайнаған ыссы күндері менен қыстың аязында, бәһәргі күзгі жауын шашында үстірт арқылы өтуге қиналған болса, өткен асырдың екінші ярымында Қоңырат Бейнеу темір жолының құрылып біткерілуі нәтижесінде үстірттің келбеті өзгере бастады. Соңғы жылдарда бұрынғы Ұлы Жібек жолының аңғары менен Қоңырат пенен Қазақстанның Бейнеу қалалары аралығында автомобиль жолын құрып біткеру мақсатында жол құрылысы жұмыслары жүргізіліп жатыр. Қарақалпақстанлы жол құрушылар қысқа уақыт ішінде осы жолдың Қырыққыз поселкасынан Қазақстан шекарасына дейінгі 240 шақырым аралығын құрып біткерді. Бұл жолдың ені 12,5 метр, соннан 9,5 метр аралығына асфальт жайылып жатыр. Жол құрылысы жұмыслары Тақиятастағы жол көпір құрылысы басқармасы құрылысшылары тарапынан жүргізілмекте. Жол толық құрылып біткерілгеннен кейін, ол мемлекетімізде батыстағы елдер менен тұтастырушы бірден бір автомагистраль болады.
Үстірт табиғи дүз кәнлеріне бай өлке. Ол жердегі Қараүмбет кәнінің табиғи дүзі ұзақ жылдардан берлі ас дүзі сыпатында һәм қожалық мәселелері үшін пайдаланылып жатыр. Ал орайлық Азиядағы ең ірі дүз кәнлерінің бірі бұл Барса келмес кәні. Жергілікті халық арасында Барса келмес туралы түрлі әңгімелер, риwаятлар бар. Олардың басым көпшілігінде осы кән дүзі майданының жүдә үлкенлігі, ол жерге барған адамлардың адасатығыны, қайтып келмейтігіні хақында айтылады. Соңғы дәуірде бұл кәннің дүз байлығынан ел, халық иімлігі үшін пайдалану мәселесіне үлкен диққат қаратылды. Барса келмес кәні үстіртте құрылып атырған Қоңырат сода заводының текарғы шикізат кәні болып белгіленген. Сода заводы құрып біткерлігеннен соң, кархана толық қуатында іслегенінде де, шикізат қорының 50 жылға толық жететіғыны дәлелленген. Қазір Қоңырат сода заводының текарғы өндіріслік цехлары толық құрылып біткеріліп, іске қосуға таярлық көріліп атыр. Енді көп ұзамай, бұл жерде халық қожалығында көп қолданылатығын техникалық тұз һәм каустик сода іслеп шығарыла бастайды. Бұл гигант кархананы құрып біткеруге әзір
Қытайдың Ситик компаниясының һәм өзбекстанлық қанегелер белсене қатнасып жатыр. Темір жол бойында жаңа қалашалар, поселкалар бой тікіліп, үстірт арқалы магистраль газ, су тармақлары тартылды. Ел абат. Ғаресізлік жылдарында бүйнет болған қалалардың бірі. Қаланың ірге тасының қаланғанына көп уақыт болмаса да, өткен қысқа уақыт ішінде бұл жерде жұмысшылар үшін көп қабатлы тұрақ жайлар, мектеп, бала бақша, емлеухана, банк имараты, мәдениет сарайы һәм басқа да мәдени тұрмыс имаратлары құрылып біткерілді. Қала көшелері көп қабатлы имаратлардың атрапы, жол бойлары жап-жасыл қиябанлары бағларға айландырылды. Сүйікті шайырымыз Өзбекстан қаһарманы Абдулла Арипов айдар тағып атын қойған бұл қала хақиқатында да елі абат, тұрмысы параван жұртқа айланып баратыр. Жақында ғана арбаның ескі дөңгелегін ойыншық еткен ауыл баласы бұрынғы жайлау орнынан тікіленген кархана һәм қалаға хәуес пенен нәзер тасламақта. Себебі оның өзі де көп ұзамай, осы жерде ашылған жоғарғы оқу орнында білім алып, кархананың жетекші қанегелерінің бірі болады.